Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ шығатын, көп уақытыңызды алмайтын пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл пирогты мен айранмен жасадым. Ешқандай да арасы піспей қалмайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше. Ешқандай да миксердің қажеті жоқ, тек венчик болса болған. Қант пен жұмыртқаны араластырып болған соң дәл осындай болып шығу керек. Енді сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майды араластырып болған соң айранды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, онда міндетті түрде електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп араластырып отырамыз. Онда жақсылап араластырамыз, ешқандай да түйіршік қалмауы керек. Менің айраным қолдың айраны, ол айран қою болғандықтан менің қамырым осындай қоюлау болып шықты. Сіздерде кішкене сұйықтау болуы мүмкін. Енді қызып тұрған пеште мен 180-190 градуста пісіріп алдым. 20-30 минутта пісіп қалды. Пирогты пісірер кезде міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеп пісіреміз, әйтпесем жабысып қалуы мүмкін. Енді піскен-піспегендігін осындай таяқшаның көмегімен анықтап аламыз. Егер ешқандай да нәрсе жабыспаса, онда жақсы піскен. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пирог өте жұмсақ шыққан. Егер де дәл осы рецепт сізге де ұнаса, жасап көріңіз. Сізге де ұнайтынына сенімдімін. Бір жасағаннан ақ әдемі шығады. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Тіркелу батырмасының қасындағы қоңыраушаны да басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолар салатын боламын.